Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңдағы хит самсалардың бірі кесе самсаны жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең әуелі електен өткізілген ұнымыздың үстіне тұзды су және ерітілген сары майды қосып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Толық құрамды описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Қамырды бірнеше рет қайтарып илегеннен соң жып-жылтыр, жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Қамырымыздың бетін жауып, демалдыруға 10 минутқа қойып қоямыз. Осы арада біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына текшелеп туралған ет, пияз және картопты пайдаландым. Татымына қарай тұз, дәмдеуіштер қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып дайындап қоямыз. Демалып дайын болып тұрған қамырымызды алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Осы құраммен менде 10 дана кесе самса дайын болды. Бөліктерімізді екі түрге бөлеміз. Бірі үлкендеу, ал екіншісі кішірек бөліктерге бөліп дайындап қоямыз. Міне біздің қамырларымыз дайын болды. Енді үлкендеу бөлігін алып, оқтаудың көмегімен ұн себе отырып, жұп-жұқа етіп жайып дайындаймыз. Жайылған қамырымызды кесемізге орналастырып, ішіне бір тілім сары май салып, үстінен салмамызды толтырып, шамамен 4 ас қасықтай салып, бүгіп, түйіп аламыз. Сонан соң кішірек бөлігін жаятын боламыз. Кішірек бөлігінде жұп-жұқа етіп жайып, самсамыздың астына орналастырамыз. Келесі қамырымызды алып, жұқалап, ұзынша етіп созып аламыз да, тура видеодағыдай жасап, самсамызға орналастырамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Барлық кесе самсаларымызды осылай жасап, табамызға жайғастырамыз да, үстінен жұмыртқа жағып, әсемдік үшін күнжіт теуіп қойсаңыздар болады. Осы арада пешімізді 180 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған кесе самсаларымызды 180 градуста 50-60 минут пісіретін боламыз. Міне біздің кесе самсаларымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Тандыр самсадан еш айырмашылығы жоқ. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Достар, каналымның дамуына үлес қосып, әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!